Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін өте оңай жасалатын әрі дәмді сметанник, яғни құйылмалы қаймақты пирог жасайтын боламыз. Соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқаның үстіне қант салып, және бөлме температурасындағы сары майды салып, үшеуін миксермен араластырамыз. Егер миксеріңіз болмаса, қолмен араластырсаңыздар да болады. Егер миксермен араластырсаңыз, жақсы біркелкі болып шығады. Мен 3-4 минуттай араластырып шықтым. Бөлек ыдысқа ұнның үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлитель, және де ванилин болса, кішкене ванилин салып, үшеуін араластырамыз. Майлы қоспамыздың үстіне ұнды қоспамызды салып, барлығын араластырып шығамыз. Сол кезде осындай қамыр шығады. Қамырдың салмасын жасағанға дейін осы қамырды пакетке салып, шетке алып қойдым. Ендігі кезекте сметанниктің салмасын жасаймыз. Сметанниктің салмасына 400 грамм 20% кез келген қаймақтың үстіне қантты саламыз, және де 3 жұмыртқаны саламыз, және де жүгері крахмалынан 30 грамм. Егер жүгері крахмалын таппаған жағдайда 30 грамм ұн салсаңыздар болады. Барлығын біркелкі қолмен араластырып шығамыз. Мінекей осындай біркелкі болғаннан кейін формамызды дайындаймыз. Ендігі кезекте формасын жасаймыз. Форманың ішіне пергамент және жан-жағына майды жағып шығамыз. Ортасына қамырды салып, видеодағыдай жайып шығамыз. Ортасын шанышқымен тесіп шықсаңыздар, сонда қамырларыңыз қатты көтерілмейтін болады. Барлық салманы қамырдың үстіне құйып, пешімізді 160 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Піскеннен кейін толық су қажет. Содан кейін 4-5 сағат тоңазытқышқа салсаңыз, сметанниңіз біркелкі болып және езілмей әдемі болып кесіледі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Бану Орынбасарова. Сау болыңыздар.